Келіңдер, мен сендерді киіз үймен таныстырайын. Сосын ертең балабақшаға барып, балаларыңа көрсетесіңдер. Киіз үйдің сыртқы бейнесі, киіз үйдің сыртында киіз үймен қапталады балалар деп түсіндіреміз. Ішінде не бар? Киіз үйдің ішкі бейнесінен керегені көрсетеміз. Керегені балаларға алып липучкамен көрсетеміз. Кереге ағаштан жасалады, осылай бір-біріне айқасып жасалады. Сосын мына жерден арқанмен бекітіледі уыққа. Мына жерде уық болады. Ал мына жағында ақпарат бар, оны QR-кодпен балдарға ютубтан қосып бересіңдер, аңқиып қарап отырады. Сосын ортасы киіз үйдің ішінде бізде шаңырағы, шаңырақтың қандай болатынын көрсетеміз балаларға, неге ол осылай айқасып тұрады, үй дөңгелек пішінде, оның сыртынан киізбен жабылады. Жалпы таныстырып өтесіңдер. Сосын нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра, төрде домбыра ілініп тұрады үнемі ағаш үйдің ішінде. Сосын мінекей сықырлауығымыз, сықырлауық деп есікті атайды, ол керегеде тұрады. Төрде сандығымыз, сандық осылай ағаш материалдан жасалады. Оны да толық таныстырып өтуге болады, неге ол ағаштан жасалады, жаңағыдай ішіне қоңыз, жаңағы құрғанат, түнгі көбелектер, сондайлар кіріп кетпейді, тышқан кірмейді. Сосын торсығымыз, бізде торсық былғарыдан, теріден жасалады. Оның ішіне қой кезекке шыққан кезде, жайлауға шыққан кезде қымыз құйып алады, айран құйып алатын болған. Толық таныстырып өтеміз. Сосын ер-тоқым барлық қазақта болады, барлық қазақтың үйінде жылқы бар, сол жылқының үстіне ерттейді. Ер-тоқымды да толық үстінде киіз болады, астында мынадай аяқ салатыны болады деп барлығын таныстырып, кәдімгідей сабақ қылып өткізуге болады. Мына тұрған көрнекілікті жай ғана міне балалар мына киіз үй демей толық таныстырып, мына жердегі міне қазан, қазанның астында ошақ жанып тұр. Осыдан түтін былай шаңырақтан шығып кетеді. Мына түтіндігін ашып қояды. Мына жерде дастархан тұр. Дастарханның үстінде бауырсақ тұр, ет тұр, қымыз тұр, ағаш кеселер тұр, көрпе жайылып тұр. Мына жерде төсеніші атамыз жатады деген сияқты. Мына жерде киіз ілініп тұр. Соның барлығын әдемілеп балаларға көрсетіп түсіндірсек, балалардың біздің құндылықтарымызды түсінуіне көмектесеміз.